Дастархан басында сақталатын ырым-тыйымдар. Бірінші тыйым. Нанды бір қолмен сындыруға болмайды. Екінші тыйым. Тамақты жатып ішуге болмайды. Дені сау адам дұрыс отырып тамақтанады. Ал отыра алмайтын адам жатып ішеді. Сондықтан мүгедек адамның қылығын жасама. Дұрыс отырмаймын деп денсаулығыңды бұзып алма. Үшінші тыйым. Ас үстінен аттама. Астан үлкен емесің. Төртінші тыйым. Әкесі отырғанда баласына бас тартылмайды. Бесінші тыйым. Дастарханға бірінші нанды әкеліп қояды. Алтыншы тыйым. Ас ішкен ыдысты төңкеріп қоюға болмайды. Жетінші тыйым. Ас ішіп болған соң тойдым деуге болмайды. Қанағат деу керек. Сегізінші тыйым. Ертеңгі асты тастама. Кешкі асқа қарама. Балаға ми жеуге болмайды. Ми жемейді жас бала. Миды ұсын басқаға. Бұл жыр болып өсеміз. Ынжық болу масқара. Тоғызыншы тыйым. Қонаққа сынық ыдыспен ас беруге болмайды. Себебі сынық ыдыспен ас беру қонақты сыйламағандық. Және сынық ыдыспен ас ішу жаман ырым. Бүл жүзің сынып көңілің жарым болсын дегенді білдіреді. Оныншы тыйым. Дастарханнан аттауға болмайды. 11-ші тыйым. Өле жегенше ағайынмен бөле же. 12-ші тыйым. Ас ішу кезінде ізет, сыйласым, инабаттылық рәсімдері сақталу керек. Үлкендер ас қайырып болғасын, дастархан басынан тұрсады. Егер біреу асығып отырса, үйдегілерден рұқсат сұрап, содан соң ғана дастархан басынан тұруына болады. Тамақ ішіліп болғасын, отырғандар ас қайырады. Ас қайыру, ана, қыз келіндерге алғыс айту, ризашылық білдіру. Береке берсін. Алланың рахымында болыңдар. Дастархан мол болсын. Рахмет деген секілді алғыстар айтылады. Дастархан басында жасы кішілер тамақты бас салып өзі жей бермейді. Анасына, атасына тамақ салып береді. Сорпа немесе шай кесесін ұсынады. Бұл көргенділіктің, дептіліктің белгісі.